Мамандар мереке кезінде дұрыс тамақтанбау мен ұйқы режимінің бұзылуы инсультқа келуі мүмкін дейді. Қазір елде жыл сайын 40 мыңнан астам адам дертке шалдығып, 5 мыңға жуық аурудан көз жұмады. Тосыннан тап келетін инсульттың қалай алдын алуға болады? Тілшіміз Наргиз Бекмағамбетованың материалында. Елде инсульт алғандардың 50% мүгедек болып қалады. Мамандардың айтуынша, дер кезінде алғашқы көмек көрсетілген жағдайда науқас дертінен толықтай айығады. Яки ишемиялық инсульт алған адамға 4 сағат ішінде жедел ем-дом жасалу қажет. Ол фаст-тест арқылы анықталады. Бұл ауру қандағы майдың аневризма мен холестериннің, яғни тамақтану тәртібінің дұрыс болмауынан асқынады. Инсульт – это единственное такое заболевание. Инсульт – бұл адамды мүгедек ететін жалғыз ауру. Оны емдеуде уақыт аса маңызды. Дер кезінде көмек беру қажет. Инсульт орталығында 6 реанимация палатасы және 24 оңалту орны бар. Бұл инсультпен ауыратын науқас алғашқы 24 сағат ішінде оңалту терапиясын бастау керек дегенді білдіреді. Оңалту кезінде әркімге әрқалай ем жасау қажет. Логопедтен басталып, оларды жүріп тұруына көмек беру керек. Ауруға селқос қарамай, жылына бір рет дәрігерге барып тексерілген абзал. Яғни скринингтік тексеруден өтіп, дертті ерте сатысынан анықтау керек. Айта кеткен жөн, елімізде профилактикалық тексеруді тегін өтуге болады. Шамам келгенше өтер. Жас келді ғой, біз больницада көп боламыз. Айтарым жоқ болам енді, шамасынша қарап жатыр. Жасым 65-те, сахармен ауырам. Алдында барғанда өтпей қой деген. Через 2 года получается, что прохожу. Вот мне в 22-м медсестра звонит с участка. Тексерген дұрыс қой енді. Қаралған дұрыс қой. Қазір ауру болып жатыр неше түрлі. Елде инсульт алғандардың 53% ерлер болса, 47-сі әйелдер дейді мамандар. Бүгінде Қазақстан инсульттен тмд елдері бойынша 3-ші орынға жайғасқан. Наргиз Бекмағамбетова, Марат Диханбаев, Артур Горшников, Хабар 24.